Баршаға сәлем. Қамырын жаймайық 5 минутта 5 минутка деген самсаны жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Алдымен електен өткізілген ұнымызға морозилькте немесе холодильникте тұрған сармайды алып, өткіштің осындай үлкен жағымен өткізетін боламыз. Барлығын өткізіп кружка дайындап аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы қаймаққа жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Кішкене араластырып жібереміз вилкамен. Кейіннен үстінен тұз, кішкене аз ғана салсаңыздар болады. Тұзды көп салудың қажеті жоқ. Кейіннен бір ыдысымызға, пиаламызға бір чайный ложка содаға уксусты саламыз. Менде яблочный уксус, сіздер 70% де қолдансаңыздар болады. Гаситетіп алып, жаңағы қаймақты массамызға қосатын боламыз. Барлығын бір келкі етіп, бір жақсылап араластырып жібереміз де, жаңағы крошка жасалған қамырымызға салатын боламыз. Бірінші қолмен, кейін бірінші вилкамен немесе қолмен жасап, осылай әдемі етіп қамыр дайындап аламыз. Қамырды начинкамыз дайын болғанша морозилькке салып қойсаңыздар болады. Ал начинка қалауларыңыз бойынша кез келген жасай бересіздер. Морозилькте көп тұрудың қажеті жоқ. 5-10 минут тұрса да болғаны, осылай алып бір келкі етіп қамырларды бөліп алатын боламыз. Кішкентай етіп, өздеріңізге формасын қалғандарыңызша бөліп алсаңыздар болады. Ортасына мен кәдімгі фаршпен картоп және пиязды араластырып салдым. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп тюльпан қылып түйесіздер де табамызға жайғастырып алып, қызып тұрған печкада пісіріп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым мен. Сіздер сүт араластырып жағып, бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған 200 градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар. Өте дәмді, песочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Уақыт жоқ кезде өте таптырмас рецепт деп ойлаймын. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Рахмет.